Саламатсыздар ма? Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Ерілбек Жұлдызбын. Менің отаныма менің бастамам жобасы аясында таңдаған тақырыбым Қазақстанның 7 кереметі. Мақсаты: туған жер тарихын зерттеу, оның асылдарын жинақтап, кейінгі ұрпаққа қалдыру үдерісін жандандыру, Каспий теңізінің Жоңғар алатауына дейінгі табиғат кереметтерін көрсетіп, білім алушылардың қызығушылықтарын арттыру, оқушылардың туған жеріміздің тарихи, табиғи және мәдени жерлерінің ескерткіштерін бағалай білуге, ежандылыққа тәрбиелеу. 7 кереметіміздің ішінде бірінші Сарайшық қалашығы. Сарайшық қалашығы 13-16 ғасырларда Алтын Орда мен Ноғай ордасының ірі қалаларының бірі, маңызды сауда және саяси орталық болған. Кейін Ноғай ордасы астаналардың бірі болды. Кейбір деректер бойынша мұнда бірнеше қазақ хандары жерленген. Бүгінгі Сарайшық орнында тарихи археологиялық музей қоры бар. Бұл жер Қазақстандағы маңызды туристік және ғылыми орындардың бірі. Екінші Ұшқан керуен сарайы. Ұшқан керуен сарайы Атырау облысы Жылыой ауданы аумағында орналасқан. Қазақстандағы орта ғасырлық тарихи археологияның ерекшеліктері бірі. Ұшқан керуен сарайы орта ғасырларда салынған. Ол шығыс пен батысқа байланыстырып, керуен жолының бойында орналасқан. Бұл жерде сауда керуендері тоқтап, демалып, малдарына су беріп, қауіпсіз түнеген. Үшінші Бесшатыр қорғандары. Бесшатыр қорғандары Қазақстандағы ең ірі сақ дәуірінің ескерткіштерінің бірі. Ол Алтын Емел ұлттық паркі аумағында Іле өзен аңғарында орналасқан. Қорғандары біздің заманымыздан бұрын 6-4 ғасырларда салынған. Бұл жерде сақ тайпаларының патшалары мен беделді адамдары жерленген. Ең үлкен қорғанның биіктігі шамамен 17-18 метр, диаметрі 100 метр. Төртінші Ошақтас стелалары. Ошақтас стелалары Қазақстанда көне тарихи археологиялық ескерткіштердің бірі. Алматы облысы Алтын Емел ұлттық паркі аумағында Іле өзенінің маңында орналасқан. Стелалар шамамен сақ дәуірінде жатады. Олар діни немесе салт дәстүрінің мақсатында қойылған есептеледі. Мұнда 3 үлкен тас бар. 5-ші Айша бибі кесенесі. Айша бибі кесенесі Қазақстандағы ең үлкен әдемі тарихи сәулет ескерткіштерінің бірі. Ол Тараз қаласында маңында орналасқан. Кесенесі 11-12 ғасырларда салынған. Ғимарат қабырғалары терракота өрнектерімен безендірілген. Халық арасында ол махаббат символы ретінде белгілі. 6-шы Әншіқұм. Әншіқұм ерекше табиғи құбылыс. Ол Алтын Емел ұлттық паркі аумағында орналасқан. Жел соққанда немесе құм қозғалғанда құм төбесі ерекше дыбыс шығарады. Оның ұзындығы шамамен 3 км, биіктігі 120-150 метрге дейін жетеді. Бұл жер туристер көп келетін табиғи ескерткіштердің бірі. Ал 7-ші Қалған қасиетті орны. Қалған қасиетті орны Жоңғар алатау аумағында Жетісу аймағында орналасқан. Дәуірі біздің заманымыздан дейін 1000 жылдық. Ескерткіш тас шеңбері түрінде салынған. Шеңбердің диаметрі шамамен 90-97 метр. Ортасында үлкен тас бар, ал басқа тастар 4 бағытқа: солтүстік, оңтүстік, шығыс және батыс қарай орналастырылған. Ғалымдардың пікірінше бұл орын ежелгі күн сағаты немесе астрономиялық бақылау орны болуы мүмкін. Қорытындылай келе, Қазақстанның 7 кереметі тарихи мен әсем табиғатына айқын дәлелі. Бұл ескерткіштер мен киелі жерлері ата-бабаларымыздың мәдениеті, даналығы мен табиғаттың үйлесімді өмір сүргенін көрсетеді. Әрбір тарихи орын бізге өткенді құрметтеу, елдің тарихын білуді және туған жерді қорғауды үйретеді.